Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сарымсақтың қысқа сақталу әдісін көрсететін боламын. Яғни чесноктың ең алдымен чесноктарымызды алып, суық суға жарты сағатқа салып қоямыз. Суық суда тұрған чесноктарымыз, яғни сарымсақтарымыз өте жылдам әрі оңай аршылатын болады. Барлығын аршып тазалап болғаннан кейін блендердің көмегіменен ұсақтап майдалап алдым. Егер де блендерларыңыз болмаған жағдайда ет тартқыштың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мінекей барлығы майдалап алғаннан кейін 1 килограмм тартылған сарымсақтың үстіне 1 ас қасық толтырып тұз саламыз және 3 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Менде мына жерде 2 килограмм чеснок болғандықтан мен 2 ас қасық тұз және 6 ас қасық сұйық май қостым. Жақсылап араластырып, тұзы сіңгенше 10-15 минут бөлме температурасына қойып қоямын. Егер де менің видео ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, астына комментарий жазуларыңызға болады. Және де өздеріңіздің чеснокты сақтау әдістеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Уақытымыз өткеннен кейін енді чесноктарымызды осындай мұз қатыратын тоңазытқыштың формаларына салып қатырып алатын боламыз. Егер де мұз қатыратын формаларыңыз жоқ болған жағдайда немесе бос болмаған жағдай болса, ас үйдегі күнделікті пайдаланып жүрген целлофановый мешочектарымызға тартылған чесногымызды салып, пышақтың өткір емес жағыменен формасын келтіріп алсаңыздар болады. Кухонный досканың үстіне салып, мұздатқышқа апарып, қатырып алсаңыздар да болады. Мен осылай мұз қатыратын формаларды пайдаландым. Барлығын тығыздап салып алғаннан кейін мұздатқышқа жібердім 2-3 сағатқа. 3 сағаттан кейін бәрі қатып, формасын жақсы ұстайтын болады. Осылай тұра беруге де болады, бірақ мен босатып алып, целлофан мешочекқа салып қойдым. Алған кезде, кейін пайдаланған кезде шетінен бір кубиктен пайдаланатын боламыз. Мінекей осылай менде осындай бөліктер шықты. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Менің арнамда келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.